екеуі де тірі болса, бірақ енді өзім мүмкін емес мүмкін емес деп ойлаймын. Қатебен сүйегі табылса екен деп те ойлаймыз. Бір жер қойнына тапсырсақ та, бірақ енді өзіміздің жүрегіміз тірі келсе екен деп ойлаймыз. Қатебен наурыз тірі келсе екен деп. Тек соған айтып берсе екен күдікті. Ішімізден жылаймыз, күйеміз, бірақ Мейрамгүлдің де Наурыздың да ешкімге бір зияны жоқ адамдар ғой. Ешкімге зияны жоқ. Қолынан келген көмегін Наурызжан аямайтын еді. Әсел апа, қандай көмек керек? Шалқарға ініме осы апама жаңағыдай, әдем апа, қандай көмек болса да қолында ақшасын барын беретін бала. Көмек десе аямайды ол Наурызден қолынан. Ешкімге бір ләм деп бірмен керісіп, біреуге бір жақтасып, біреумен көре алмайтындай ондай зияны жоқ. Мейрамгүл өзі бала сияқты ғой. Бала сияқты дегенге жүре беретін адам. Енді Наурызжан ешкімге қиянаты жоқ деймін. Қиянаты жоқ бала қайда жіберген. Жарты жыл болды ғой енді Наурызжанның жоқ болғанда. Енді екеуі аман есен табылса екен дейміз енді. Сол күдікті бәрін мойнына алса екен дейміз. Ақбаян күдікті деп ойламаймыз. Аман есен елге оралып, емін алып, доғдырға жатқызып еміндерін алып, 5 баласын өзінің қойнына алса екен дейміз. Ана қанша дегенмен анаға бала керек қой, балдарынан өмірлеріне де балта шауыпты. Өсіп кеткен балдарына. Ол түгіл біз жақсы, біз бауырлар, біз даладағы адамдар балдар үшін жаны шығып жатыр ғой, бірақ енді қан жұтып отқан отбасы біз ғой. Енді басқа Ақбаян жанның қасында тек ілесіп жүргені болмаса, ешбір қиянаты жоқ деп ойлаймын. Әке-шешесіне қиянат жасайды деп ойламаймын. Бауырларына ана сұлтанның қасына жүр дегенге бала құсап жүр деп ойлаймын. Ілесіп. Ақбаян туралы айтыңыз, жаңа айттыңыз ғой. Балажан. Ақбаян бала десе жерген астын ұстамайды. Манағы біздің үйіме қонды ғой, мана келін айтады ғой, Ақбаян мана түнімен баласы ауырып шықты, қызы деген, Асма деген қызы бар. Түнімен ауырып шықты. Бір ел ұйықтаған жоқ, таңертең тұрғанда айтамыз, ұйықтаған жоқсың ғой. Ана қыз түнімен ауырып шықты ғой дегенде жоқ, шаршаған жоқ дейді. Бала десе тамағында ішпейді. Жылап атса да тамақты ішпейді. Өте балажан. Күтті жыласа бала жүгіреді. Баласын мынандай тастап кетеді деп ойламаймын. Ол мынандай дұрыс адам болса, Ақбаян дұрыс адам болса, баласын тастап кетеді деп ойламаймын. Манағыдай депрессияға түсті, өте комаға түсті ол, бір өліп, бір тірілдіп те шықты ол деген. Соның бәрін жаңағы немен сондай жағдайға түсті деп ойлаймын. Атырауда болған сұмдық оқиғаның құпиясы жайлап ашылып жатыр. Қайтыс болған ерлі-зайыптың кіші қызы мен күйеу баласы Индонезияда ұсталды деген хабар келіп жатыр. Енді ар жағы не болады? Олар уже, скорее всего, предварительный допрос жасады. Олар негізі қандай болғанын уже айтып беріп жатыр. Айтып бергені Мейрамгүл деген ана үлкен қызы, ол да бұл іске қатысы бар деп уже, скорее всего, айтып берді. Мен оны уже баяғы видеоларда, тікелей эфирлерде айтып қойған едім. Оның 100% мен мнением бойынша, ол Мейрамгүл деген қыздарында 100% оған қатысы бар. Өйткені телефондар, парольдары, нелерінің карталарының, банк карталарында парольдарын бәрін бір адам біле, солармен тұрып атқан адам білу керек. Үйді де тазалап, жуып кеткен, сол қыздар істеген деп, бірге істеген. Сол қылмысқа 3 адам қатысқан деп ойлаймын. Наурыздың қатысы жоқ сияқты, ана баласы қатысы жоқ, 2 қызы мен күйеу баласы. Скорее всего, солар. Ар жағы не болады? Енді Мейрамгүлді уже просто іздеу, кәдімгі адам жоғалып кетеді ғой, сондай іздеу емес, енді кәдімгідей уголовный розыск болады. Қылмысқа қатысы бар адам подозреваемый ретінде іздеу бастайды, оның іздеу күшейеді. Мен бір видео обращение жазып қойдым уже, и былайша через ЕГОВта обращение Атырау облысының полиция департаментінің басшысына жаздық. Халыққа дұрыстап түсіндірсін, кімнің Мейрамгүлдің бойы қандай, свежий суреттерін көрсетсін,
особый приметы, ақсақ, шолақ, там қолы қисық, ол үшінші топтағы мүгедектерді қай жері особый приметалар, қай жері бар, халыққа соны түсіндір. Болмаса блогерлерге сол информация берсін, біз ақ жариялап береміз. И және әрине, конечно, бизнесмендер, кәсіпкерлер какой-то бір ақшалай сыйақы жарияласа, ол одан да тездететін еді. Адамдар уже мұқият бүйтіп қарап 1-2 миллион десе, адамдар кішкене қызығады. Сондықтан мына қылмыс тезірек ашылады. Бәріміз соған тілектеспіз. Уже қанша ана кісілер жоғалғанына, қайтыс болғанына қанша уақыт болды, әлі де осы қылмыс простой қылмыс толық әлі осы уақытқа шейін ашылған жоқ. Әрине, мыналар Сұлтан мен Ақбаян мықты нелер емес, оларды бөлек отырғызып қояды да, жақсы тергеуші оларды 1-2 сағатта жаңғақ сияқты шағып тастайды, перекрестный допрос жасап, мен ойлаймын, толық айтып береді олар. Көп шыдамайды да, толық айтып береді. Неге Индонезия ұстады? Мен де оны айтқам, сол Ташкенттен олар Өзбекстанға барып, Ташкенттен уже Индонезияға кетті. Өйткені ол курортный демалатын жерлер. Ол жерде, скорее всего, безвизовый режим, Қазақстанның азаматтары болғаны кейін визасы кіріп кеткен да, сол жерде тұрған. Бірақ ары қарай олар негізі Йемен болмаса Сирияға кетпекші болды деп ойлаймын, бірақ скорее всего ақшалары жетпей қалды, жол тауылмады, ол жерге бару келісе алмады ма, или действительно слишком қымбат болғаннан кейін, возможно, сол Индонезияда бір тірлік тауып алып, сол уақытша қалып қалды. Бірақ Құдайға шүкір ұсталды, вроде официальная информация сондай, ұсталды. Енді тергеу ұзақ жүреді, если Мейрамкүл ұсталмаса. Мейрамкүл ұсталып қалса, табылса, уже тергеу 2 айдың ішінде бітіп қалады деп ойлаймын. Сол үшеуі де қатысы бар, бірақ таза өлтіргендер күйеу бала мен қызы, кішкентай қызы Ақбаян, солар өлтірген деп ойлаймын. Мейрамкүл просто соучастница болып есептеледі деп, сондай сияқты. Көреміз енді, Құдай қаласа, видеоларды қарап отырыңдар. Егерде полициядан действительно толықтау ақпарат келсе, әрине жариялаймын, суретін, дұрыстау суретін Мейрамкүл мен Наурыздың. И қандай особый приметалар бар, көзге түсіп қалатын белгілері, сондай приметалар қандай бар. Құдай қаласа, бәріміз, әсіресе мына батыстың адамдары жан-жаққа қарап, о бәрібір ақшасы таусылады, шығады, жұмыс іздейді, болмаса басқа көзге көрінеді. Сол кезде байқап қалатын қандай белгілері бар. Сол бізге сол ақпарат түссе, әрине міндетті түрде сразу шұғыл жариялаймын. Мен ойлаймын, бір аптада тауып аламыз оны.